Сәлеметсіздер ме, құрметті сынып білім алушылары, Надира Хасантаева YouTube каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода біз сіздермен геометрия пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларына шолу жасаймыз. Жалпы 5 есеп, максималды балл 20 балл. Бұл бірінші нұсқа. Әр есепті жеке-жеке түсіндіремін, керекті формулаларын жазып отырамын. Видеоның соңына дейін мұқият қараңыздар. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Бірінші есеп А және Б нүктелері координаталарымен бірге беріліп тұр. Дәл осы нүктелерден өтетін түзудің теңдеуін жаз дейді. 2 балдық қана есеп екен. Формуласын жазып қойдым. Енді бұл жердегі x1 2 дегендеріміз және y1 2 дегендерімізді жоғарысына белгілеп қойып жатырмын, қараңыздар. Ары қарай енді орын-орнына қойып теңдеу құра қоямыз. Орын-орнына қойған кезде дәл осындай пропорция пайда болды. Бізді енді теңдеудің стандарт түрінде жазып қояйық. Алдымен x көбейтетін болсақ 10x болады. Азайтылған 9y тең 0. Теңдеуі жазылды, есеп аяқталды. Келесі екінші есеп шарты. Егер A, B, C нүктелері беріліп тұр, координаталары нақты, D нүктесінікі белгісіз. Айтады, ABCD параллелограммының D нүктесінің координатасын табыңыз. P нүктесі диагоналдарының қиылысу нүктесі дейді. 4 балдық есеп екен. Бұл есептің алғашқы балын сіз беріліп тұрған координаталарды тез-тез координаталық жазықтық кескіндеп, оған белгілеу арқылы алсаңыз болады. Кеттік. Біріншісі А нүктесі координатасы 0-0 дейді. Мен дайын шаблонды пайдаланамын, қараңыздар. Ары қарай Б нүктесі 5-0 дейді, оны белгілеймін. Келесі С нүктесі 12-де -3 дейді. Енді 10, 11, 12 дейік шаблондағы. Бұлай қарай -3. С нүктесінде белгіледік. Және Д нүктесі белгісіз болып тұр. Біздің параллелограммның кескіні жобамен осындай болып тұр. Берілгендері бойынша штрихтап сызып қояйық. Енді ары қарай П нүктесінің координаталарын анықтап алуымыз керек. Себебі сол арқылы біз Д нүктесінің координаталарын таба аламыз. Ол үшін не істейміз? Бірінші тоқсанда үйренген қасиет бойынша диагоналдар қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді деген. Сол бойынша П нүктесінің x координатасын табуымыз үшін А және С нүктелерінің қақ ортасында орналасқан диагонал деп қарастырып, оны тауып аламыз. Формуласын жазып қойдым, есте сақтап қалыңыздар. Енді орын-орнына қояйық. Енді бұл жерде есептейтін болсақ, П нүктесінің x координатасы 6-ға тең екен, ал y координатасы -1,5-ге тең екен. Ары қарай біз П нүктесін енді Б және Д нүктелерінің ортасында орналасқан деп қарастырып, тағы да сәйкес формуласын жазып алдым. Бізде бар мәліметтерді орнына қояйық. X П координатасынікі 6, Б координатасының x-і 5, оған D-ның координатасы белгісіз, сол күйі жазамыз. Y бойынша айтатын болсақ. Енді осы арқылы біз D нүктесінің x және y координаталарын анықтай аламыз. Сәйкесінше теңдеуіміз x үшін осы түрде болады екен. Бұл жерден x-ті анықтайтын болсақ 7-ге тең. Ал y -3-ге тең екен. Жауапқа жазып қояйық. D нүктесінің координаталары x жазылады алдымен 7, одан кейін y -3. Дәл осы нүктемізді сызбағада кескіндеп, суретімізді аяқтап қояйық. Сызбасы жобамен осылай, сіздерде линейкамен дәптерге сызған кездеріңізде анық шығады. Есеп толықтай аяқталды. Ары қарай үшінші есеп. Центрі -3-те 4 нүктесінде және радиус 8-ге тең болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыз дейді. 2 балдық есеп екен. Шеңбер теңдеуінің формуласын жазып қойдым, есте сақтап қалыңыздар. Бұл жерде айтылған А және Б. А дегеніміз центріндегі x координаты, Б дегеніміз y координаты ретінде қарастырылады. Радиусы 8-ге тең екен. Орын-орнына қоятын болсақ, теңдеуіміз x азайтылған -3, 2 азайту плюс болып кетеді, квадраты қосылған, y азайтылған b 4-ге тең екен, оның квадраты тең болады, радиус 8, оның квадраты 64. Дәл осы түрде болады екен. Үшінші есеп аяқталды. Бірден төртінші есепті де қарастырып жіберейік, ол да шеңбер туралы екен. Дәл осы теңдеу бізге қажет болады. Шеңбердің берілген теңдеуі бойынша оның центрінің координаталары мен радиусын табыңыз дейді.
Демек, біз берілген дайын формуламен теңдеуімізді салыстырамыз. Шеңбердің центрін біз О деп белгілейтін болсақ, оның координатасы А деп тұрғаны 5-ке тең болады екен салыстыратын болсақ, ал Б минус 7-ге тең болады екен. Центрінің координатасы жазылды, ал радиусы бұл жерде нешенің квадраты 16-ға тең, әрине 4-тің. Жазылды, 4-ші есепте аяқталды. Келесі 5-ші есеп, төбелері А, Б, С және Д координаталар нақты берілген, нүктелері болатын төртбұрыштың тік төртбұрыш болатынын дәлелдеңіз және оның ауданын табыңыз дейді. 8 балдық есеп екен. Ең алғашқы балды сіздер әрине дәл осы нүктелерді координаталық жазықтықты тез-тез белгілеу арқылы алсаңыздар болады. Бастайық. А нүктесінің координатасы 0-де 1 дейді. Оны белгіледік. Ары қарай Б нүктесінің координатасы 4-те 3 дейді. Оны белгіледік. Келесі. С нүктесінің координатасы 5-те 1 дейді. Белгіледік. Д 1-де минус 1 дейді. Оны да белгілеп қойдық. Белгілеп алған 4 нүктемізді біріктіретін болсақ, сызбасы шынымен де тіктөртбұрышқа келеді екен. Осылай 1 балмен де бар деп есептей берсеңіздер болады. Ары қарай дәлелдеу үшін сіздер төртбұрыштың қасиеттерін атап өтулеріңіз керек. Бірінші кезекте сіздер оның қарама-қарсы қабырғаларының тең екендігін көрсетіп қойыңыздар. Яғни мысалы А, Б қабырғасының ұзындығы ДС қабырғасымен бірдей екендігін және АД қабырғасының ұзындығы БС қабырғасының ұзындығымен бірдей екендігін. Ол үшін ұзындық табу формуласын білуіңіз керек. Сіздерге А, Б қабырғасының ұзындығын табу формуласын жазып қойдым. Бұл жерде x1, y1 ретінде А нүктесінің координаталарын, ал x2, y2 ретінде Б нүктесінің координаталарын қарастыратын боламыз. Ал бастайық. Осылайша біз АБ және ДС қабырғаларының ұзындықтары бірдей, түбірасты 20-ға тең екенін көрсетіп қойдық. Жалғастырамыз. Осылайша АД және БС қабырғаларының да ұзындықтары бірдей, түбірасты 5-ке тең екендігін дәлелдедік. Сонымен қатар біз тіктөртбұрышта білеміз, диагоналдары өзара тең болады. Мысалы АС диагоналы тең БД диагоналына. Олардың да ұзындықтарын тауып көрсетіп қояйық. Сонымен АС және БД диагоналдарының ұзындықтары бірдей, 5-ке тең екендігін де дәлелдедік. Осымен толық дәлелдеуіміз аяқталды. Ары қарай бізге ауданын табыңыз деген. Ауданын табу үшін сыбайлас екі қабырғасының ұзындықтарын бір-біріне көбейтсек жеткілікті. Бұл жерде түбірасты 20 мен түбірасты 5-ті көбейтейік. Нәтиже түбірлер бірге жазылса 20 мен 5-тің көбейтіндісі 100 болады. 100-ден түбірден 10 шығады. Осылайша құрметті білім алушылар, сіздер 8 балды сызбасын сызу арқылы бірінші, ары қарай 4 қабырғасының ұзындығын табу арқылы 5 балл, одан кейін диагоналдарының тең екендігін айтып, оны дәлелдеу арқылы 7 балл және ауданын табу арқылы толықтай 8 балды аласыздар. Осымен бұл нұсқаның барлық есептеріне шолу жасап біттік. Түсініксіз жерлері болса міндетті түрде комментарийге сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Ал видео сіздерге ұнаған болса міндетті түрде лайк басып каналға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.